Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгінгі біздің сабағымыз бұл менің секретный методым. Яғни мен қалай бір видеомен ғана 500 подписчик жинадым және де 4000 сағатты тек бір ғана видеомен жинап алғанымның қыр-сырымен бөлісетін боламын. Бұл менің секретный методым. Ол үшін бірінші менің өзімнің каналыма кіріп, сол жаңағы маған 500 подписчикпен 4000 сағат әкелген видеоға кіретін болсақ. Так, тоқтаңыздар, бірінші каналыма кіріп алайын. Бұл менде творческая студия. Міне каналымызға кірдік, видео батырмасын басып. Жаңағы міне осы бір ғана видеомен мен 500 подписчик және 4000 сағат қаралым жинап алдым. Осы видеомызға кіретін болсақ, мұнда реклама шығып тұр. Бұл реклама негізінде пропустить батырмасын басқан кезде ақша төлеу қажет, бірақ менде әлі де монетизацияға қосылмағандықтан қазірге төлемейді. Егер сізге монетизация қосылғанда дәл осы пропустить батырмасын сіз өзіңізді қалауыңызша орналастыра аласыз. Мысалы, видеоның басына, соңына, ортасына деген сияқты. Ал мұнда біздер қазір монетизацияға қосылмағандықтан бұл батырма видеоның басында шыға береді. Оны бізге YouTube-тың өзі қойып тастаған. Міне қараңыз, описаниесіне қарасаңыз, бомба результат за 1 час, бесплатный мастер-класс, ободок своими руками, ободок расшитый камнями деген ғана жазу бар. Но менің осы видеом өте жақсы просмотр жинады. Міне комментарий саны да өте көп. Оны қалай жасадым? Енді қараңыздар, осы видеоның мен өзімнің творческая студиядан ашатын болсам, яғни осы видеоның настройкасына кіретін болсақ, қазір контент батырмасын басамын және сол видеоны табамыз. Міне, ол видеомыз. Енді осы жерде мына бір қалам батырмасын басамын да, қараймын, мен не істедім осы видеомның рекке шығу үшін, осы видеомның көп қаралым жасау үшін. Қараңыздар, мұнда тек название жазылып тұр, описаниеде де кішкене ғана сөйлем жазып тұр. Енді қараңыздар, астына қарай түскен жерде, мына жерде развернуть деген батырманы басқан кезде, мұнда қараңыздар, қаншама тег жазғам. Тег дегеніміз бұл кірген адам, YouTube-қа кірген адам осы сөздерді жазып іздейді. Сол кезде сіздің видеоңыз көріну керек. Қараңыз, корона деп жаздым мен. Қате жазылып тұр. Мысалы, біреу корона деп жазады, біреу корона деп жазылады. Білезік жасау. Біреу кірді, білезік жасағысы келді. Бірақ сонда да менің видеом оның алдына шығып тұр. Мысалы, украшение деп жазды. Менің видеом шығады. Оның сыры міне осы тег жазғанда. Тег бізде YouTube-та видео салған жерде еш жерде көрінбейді. Бірақ бұл секретно осы жерде осындай сөздерді жазған кезде сіздің видеоңызды көрсетеді. Енді қараңыздар, бұны тегті де мен алдыңғы бір видеода айттым, өзіңіздің тақырыбыңыздың аясында жаза берсеңіз болады деп. Енді қараңыздар, мен сіздерге секретті айтайын. Ол үшін біз Google-ға vidIQ деген сөзі жазып іздейтін боламыз. vidIQ бұл сіздің YouTube-тағы именно просмотрыңызды көбейтуге көмектесетін сайт. Қараңыздар, мұнда кірсеңіздер болады. Мұнда сіздер бесплатная регистрация батырмасын басып, өздеріңіздің аккаунттарыңызды, Mail.ru аккаунттарыңызды жазып, регистрация жасап аласыздар. Енді менің жағдайымда менің өзім аккаунтым бар. Сол аккаунтыма кіремін қазір. Міне бізде осындай vidIQ аккаунт ашылады. Бұл барлық танымал ютуберлерде бар, сол кісілерді қолданады. Енді қараңыздар, бұл жерде сіздің каналыңыздың статистикасын көруге болады. Және де қараңыздар, мына жерде сіздің именно тақырыбыңызға байланысты сіздің конкуренттеріңіз емес, сіздің подписчиктердің соңғы уақытта іздеп жатқан жаңағыдай запростарын көрсетеді. Қараңыздар, настоящий казахский бешбармақ деген бұның
потенциал просмотр, дәл осы тақырыптың просмотры өте көп. Яғни көп адам осылай іздейді. Мында монетизацияның жолын көрсетеді. Монетизацияға менде сағат саны жетіп тұр, тек қана подписчик саны кішкене жетпей тұр. Енді қарасаңыз міне, бізге тег керек. Тег дегеніміз міне мына жерде көрініп тұр. Ключевые слова, ключті сөздер. Яғни мұнда қараңыздар, как приготовить плов деген сөз бар. Поисковой объем деген мұнда іздеу саны, яғни 36.610 адам іздеген, және мұнда конкуренция тұр. Бұндай дәл осы сөзді қолданатын конкуренттің саны көрініп тұр. Яғни конкуренция өте көп. Яғни осы сөзді іздейтін адам саны да көп, және осы сөзді қолданатын адам саны да көп. Яғни конкуренция деген мұнда сіздің конкуренттеріңіз, ал мынау біздің подписчиктеріміз. Мұндай общая оценка деген, яғни мына екеуінің орташа есебін шығарып тұр. Енді қараңыздар, мысалыға тег жазатын болсақ, тегтен мысалы салат сөзін алып көрейікші. Салат сөзін жазып, поиск жібереміз. Енді қараңыз, салат сөзін іздейтін, салат деп ютубқа кіріп іздейтін адам саны өте көп, міне высокий деп тұр. Конкурент сөзі, конкурент деген сіздің жаңағыдай конкуренттеріңіздің немесе мысалы описаниесінде осылай тегке қолдануы, немесе жаңағы тақырыбына қолдануы. Бұл сіздің конкуренттеріңізде де көп. Яғни бұл бізге салат сөзі особо қатты подписчик жинауға көмектеспейді. Себебі сіз салат деп текке жазғанымен сіздің конкуренттеріңіз көп. Түсіндіре алдым ғой деймін. Мысалы салат, енді салатты деген сөзді көрейік. Салатты деп іздеп көрейік. Так. Салаты деген сөзді де міне средний, бізге негізі средний деген тегті алудың қажеті жоқ. Себебі бізге ол бір маңызды, бір особо қажеті жоқ. Бізге мына жерде 60-тан, мына жасылдан асқаннан кейінгі сөздерді қолданса, ол сіздің каналыңыздың рекке шығуына көмектеседі. Мысалы, салаты болмады, салаттар іздеп көрейік. Салаттар міне очень низкий, салаттар деп ешкім жазып іздемейді. Но конкуренттер ол сөзді қолданады. Тағы қалай жазсақ болады? Салат. Мысалы, легкий салат деп көрейікші. Легкий салат. Бұны тіптен қолданудың қажеті жоқ, себебі іздейтін адам саны средний, орташа, ал осы сөзді қолданып жатқан сіздің конкуренттеріңіз өте көп. Оңай салат деп көрейік. Міне мысалыға оңай салат, іздейтін адам саны да азырақ, оңай салат деп көп адам іздемейді екен, но конкуренттер де олай аз екен. Сол себептен мына сөзді қолдансақ болады. 55-тен арғарай асып тұрған сөздерді қолдансаңыздар болады. Енді мен өзім тақырыбыма айтып кеттім. Қазір енді басқаша, сіздердің нишаларыңыз басқаша болуы мүмкін. Мысалы, сізге де маған да ортақ емес бір сөзді алатын болсақ, қандай сөзді алсам? Мысалы, прикол деп көрейікші. Прикол. ютубқа кіреді, адам іздейді, прикол деп. Мұны қараңыздар, прикол деп іздейтін адам саны өте көп, высокий деп тұр. Және осы сөзді қолданатын сіздің конкуренттеріңіз де көп. Яғни біз прикол деген сөзді текті қолданатын адам көп. Және енді қараңыздар, осы жерде приколы деп көрейікші. Бір-ақ әріп қостық. Міне қараңыздар, приколы, бірақ сөз, бірақ әріп қосқанның өзінде міне іздейтін адам саны қаншама 4 миллион. Ал осы сөзді қолданатын сіздің конкуренттеріңіздің саны өте аз. Яғни мына сөзді біз қолдансақ болады. Түсінікті ғой?
осылай мына жерде жасылға жақындаған кез келген сөзді сіз өзіңіздің мына жерге барып қойсаңыз болды. Сіздің видеоңыз көп қаралым жинайды. Міндетті түрде үтір арқылы жазасыз. Енді бұл мен өзімнің темама байланысты да, басқа темаға байланысты да түсіндірдім. Енді сіз өзіңіздің тақырыбыңызға байланысты жазсаңыз болады. Мысалы, тағы қандай сөз алсам болады, Мысалы, сіз қол өнермен айналысасыз, украшения деп іздеп көрейік. Украшение деп іздейтін адам саны өте аз, бірақ осы сөзді қолданатын сіздің конкуренттеріңіз өте көп. Енді мына жерге мысалы стильные украшения деп іздеп көрейік. Украшения. Міне, мұнан қараңыздар, 67. Іздейтін адам саны орташа, ал дәл осы сөзді қолданатын сіздің конкуренттеріңіз өте аз. Мысалы, бардыңыз, сіз бүйім жасайсыз, стильные украшения деп жазып үтір қоя салдыңыз. Мысалы, бір адам кіріп прикол деп іздеді. Енді мен қыздар мұнда мысал ретінде келтіріп тұрмын. Сізде мысалы әртүрлі сөз болуы мүмкін. Сіздің нишаңыз мүлдем басқаша болуы мүмкін. Сіз өзіңіздің нишаңыздың айналасындағы сөзді іздейсіз, конкуренттерді зерттейсіз. Осылай жазатын боламыз. Енді міне қараңыз, мен мына жерге украшение деп жаздым. Кішкене астына түсетін болсаңыз, сізге осы каналдың өзі көмектеседі. Қараңыздар, стильный украшение 20-22 деген тегті қолдан, сенің жаңағы каналың рекке шығады деп тұр. Стильные украшения своими руками 63. Мен сіздерге айттым, 60-тан асқан тегтің барлығын жазып тастаңыздар. Яғни бұл сізге үлкен көмек беретін сөздер деп осы сайттың өзі бізге көмек беріп тұр. Қыздар, сіздерге айтатыным осы VidIQ сайтын жақсылап меңгеріп алыңыздар. Мына жерге өзіңіздің темаңыздағы кез келген сөзді жазсаңыз болады. Және мына жерде 60-тан асқан кез келген сөзді өзіңіздің темаңызға өзіңіздің аккаунтыңызға барып тег ретінде жазсаңыз болды. Яғни бір адам кіріп мысалы подарок девушкам деп жазған кезде сіздің мына бір видеоңыз шығып тұрады. Бірақ бұл видеоны көрген адамға мына тегтар мүлдем көрінбейді. Сохранить батырмасын басыңыз міндетті түрде. Менің секретный методым осы. Қыздар, сіздерге пайдалы болады деген үлкен сенімім бар.